Ассалаумағалейкум, құрметті Альберт. Міне мысалы қазір біз Абдулла, бағана сіз көрген Бесағаш ауылы, Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы Бесағаш ауылындағы крестьянский хозяйство, үлкен семья Нигматуллаевтар 12 баладан тұрады. 8 ұл жігіттер, 4 қыз бала. Барлықтар мал шаруашылық және саудамен, жылқы. Негізінде Абдулла Нигматуллаев біздің ағамыз, мына төрде отыр ғой. Сол кісі көкпарға және айғырлар, тұқымды, асыл тұқымды спорттық жылқыларды дайындайды. Сіздің өзіңіз айтқан тапсырмамен жылқы, осы спорт жылқыларын сату туралы мәселесімен осы Жамбыл облысына келіп отырмын. Және бұл кісінің өзі барам деп отыр жаңа Жапонияға. Мен сізге айтып, ол өзіңіз баруыңыз керек. Ол туризм емес, бұл бизнес. Сіз бизнесіңізді, жылқыңызды сататын болатын болсаңыз, осы кісілер сатушыларды табылады. Және сол спорттық жылқылардың қорасы, оны қалай бағу, қалай баптау, сол мәселелердің бәріне инвестиция тартылады деп мен сізді таныстырдым. Енді әбекең өзі аузынан, және Ғабдаш ана кісі, ол спортсмен, Марат Нигматуллаев деген күрестен білесіздер ғой, чемпион. Сол осы үйден шыққан, осы үйдің баласы Марат Нигматуллаев. Және бұл кісі көптеген спорт кешендерін салып жатқан Ғабдаш деген інісі. Сондықтан мына үлкен ағаларымыз темір жолда істеген екеуі де. Бұл кісілер де осы жерде бар, іске қатысы бар. Бірақ негізі қазіргі тема Абдулла мен Ғабдаш екеуіне. Осы екеуі сөз кезегін беремін. Өздеріңіз өз аузыңыздардан не мүмкіндіктеріңіз бар, соны жылдамырақ айтып, мен ертерек жіберейін Альбертке. Әбеке, сөз кезегі өзіңізге. Әр уақытта біз қолдаймыз, қосыламыз, қолдан келген істейміз. Сіз ол жаңағы, оны сіз білесіз ғой, бұл бизнес. Бизнес. Ол жаңағы сіздің 500 бас, тек өзіңізде 500 бас жылқы, соның ішінде іріктелген спорттық айғырлар, жаңағы көкпарға дайындайтыныңыз рас қой. Бағана сіз көрсеткен 2 айғыр тұр ғой, сол мысалы уже қазір көкпаршыларға дайындалып жатыр, Оны сіз бөлек-бөлек дайындамасыз ғой, себебі атқораңыз жоқ. Солай ғой, әрқайсысы үйде, алаңда дайындалады, Ал енді мысалы спорт жағында сіз қалай Ғабдеш, мені апарып бір спорт кешенін көрсеттіңіз, соның артында атқора салып, жаңағындай поланың несін, ипподромын салуға болады дедіңіз ғой. Ол жерде қандай қанша гектар жер, және оны қалай ала аласыз сіз мысалы? Бәріміз әкімшіліктен келседі ғой, әкімшілік рұқсат берсе, соғуға болады жерде. Жаңа анау директорды қарсылығы жоқ қой, директор деді. Әкімшілік қой. Сол әкімшілік ма? Жалпы ол жерде сізге алатын толық мүмкіндік бар, Бар, жақсы. Енді әбеке, сіз бұл жерде осы 15-ші үйінде сіз барам деп отырсыз, 15-ші үйінде Жапонияға барасыз алдымен. Сол мысалы Альберт алып барады. Ол алып бару үшін сізбен ол келісім шартқа отырады. Ол үшін жаңағы алдын ала вносить ететін 10 миллион теңге вносить ету керек. Сізге көк паспортыңызға виза жасау үшін, жатар орныңыз, барар контрактлар дайындау, сізбен келісім шарт жасау, оның барлығы Альберттің өзі, осы қазір видеоны көріп отқан адам, соның өзі шешеді. Егер сіз шынымен барамын, сондайға менің қабілетім бар, бүкіл семейный советке салам дедіңіз ғой, жаңа бәрін шақырып. Соны бәрін шешкеннен кейін Альбертті шақырасыз. Альберт осында өзі кеп, барлықтарымен сөйлесіп, келісім шартқа отырам деп отыр. Осыған сіз қалай жауап бересіз? Мақұл дейміз, сіздің айтыңыз сол. Болды, жақсы. Ондай семейный советте 10 миллион теңге көтере алады. Сіздің Жапонияға, одан кейін Осман королевствосына барасыз. 15-ші июньде деді Жапонияға, 15 сентябрь жоспарланып отыр Оман корольдігіне. Осы маған берген тапсырмасын мен сізге ауыз-ауыз жеткізіп отырмын. Келістік па? Жарайды, онда мен осы нені сізге жіберем, өзіңіз арға шешімін қабылдаңыз. Мен осыдан кейін